Дәулеткерей атамыздың күйі Көріғұлы. Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Қаршыға KZ. Біз домбыраны нотасыз тез әрі оңай үйренуге болатындай етіліп, арнайы монтаждалған бейне сабақтардың көмегімен аз уақыт ішінде күй немесе ән айтуды меңгеруге көмектесеміз. Біздің мақсатымыз қасиетті қара домбыраның үнін барша қазақ халқының жүрегіне жеткізіп, қазақ рухын жандандыру. Біздің каналымызға қолдау көрсетіп, лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көріғұлы күйі жақсы шығу үшін беретін кеңесім сол баяғы көбірек асықпай ойнаңыздар. Неге десеңіз, Көріғұлы күйінде оң қолда да, сол қолда да үздіксіз жай жылдамдықта емес, тез жылдамдықта жүреді. Байқағандарыңыздай, бұл жерде де қағыстар өзгеріп отырады. Сол себептен бұл күйді көп кеңес беретін ол асықпай ойнау. Және үстіңгі шекті дыбыстарды басқан кезде көбісі қате жібереді, астыңғы шекті де басып қалады. Сол себептен бұл жерде мұқият саусақтарыңызбен қозғалтыңыздар. Тек үстіңгі шек қана басылу керек, астыңғы шек ашық тұру керек. Көбірек вибрация ойнайсыздар. Фаршылақ қолдану көп емес, сол себептен көбірек вибрация ойнаңыздар. Және сағасында. Бұл жерде дыбыстық баланс туралы айта кететін болсам, саға жағын қаттырақ ойнайсыздар. Түсер кезде ары қарай дыбысты жай ойнайсыздар, сосын барып шығарасыздар. Сонда әдемі естіледі. Жылдам ойнағанда ол былай болады.